Ұстаз, біздің келесі сұрағымыз, шариғат шеңберінде қыз жігіт болып сөйлесіп ара қатынас құруға бола ма? Шариғатта қыз бен жігіттің сөйлесуі болмайды, қашан екеуі араларында неке болмаса. Неке деген нәрсені біз айтамыз, ақ неке, адал неке болу керек. Қыз бен жігіттің сөйлесуі деген нәрсе халал болады қашан, тек қана адал некемен. Ал енді жоқ, біз ұстаз дос ретінде сөйлессек, немесе класстас ретінде сөйлессек бола ма десе, бұл айтамыз, егер сіз класстас ретінде мысалға бір мектепте оқисыздар, немесе бір университетте оқисыздар, немесе бір осындай нәрсе болатын дарураттан мәжбүри жағдайда ғана сөйлесе аласыз. Мәжбүри жағдай деген не ол? Мысалға сіз үйге не тапсырма берген сұрай аласыз, бірге сабақтарыңызды мысалға мына тапсырма түсінбеп едім деп шариғаттың шеңберінен шығып кетпестен, басқа дұрыс емес әңгіме кетпестен сөйлесе аласыздар. Рұқсат береді шариғат. Мысалы, қыз бен жігіттің арасындағы қандай нәрсеге? Мысалы, қыз бен жігіт арасында бір-бірінен білім алуы. Ұстаз ер азамат, әйел азамат сабақ алғысы келіп жатыр. Шариғаттың шеңберінде ілім алуға болады. Бірақ именно қыз бен жігіт болып сөйлесу, флирт секілді бір махаббат, әшейін уақыт өткізу болса, бұл шариғат бұдан қайтарады. Ал жоқ, ұстаз, біз ниетіміз некелесу, қыз бен жігіт болып кейін некелескіміз, үйленгіміз келеді, тек бір-бірімізді танып алу мақсатында бола ма десеңіздер, танып алу үшін де шариғат шарттар қойып қойған. Бір-біріңізді танығыңыз келсе, онда оның ата-анасы, туысқандарының білуімен сол жерге барып, сол кісімен танысып, сөйлесіп, сол кісілердің туысқандарының көзінше сөйлесе алсаңыз, бұған рұқсат береді шариғат. Жеке кетіп қалып, жекеден жеке қалатын болсаңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, екі адам жеке, қыз бен ер азамат жеке қалатын болса, үшін шайтан деген. Демек ата-анасымен танысасыз, немесе ағасымен, немесе қыз баланың туысқандарымен, бауырларымен танысып, одан кейін бір-біріңізді тану мақсатында ғана тек қана жаңағыдай нақты сұрақтар қою арқылы сөйлессеңіз ғана болады, Аллаху алам. Құрметті бауырлар, өздеріңізге дүние және ақыретке қатысты болған сұрақтарыңызды комментарияға жазып кетіңіздер. Біз иншалла ұстаздармен жауап беретін боламыз.